Аспан бүгін ерекше сұрғылт еді. Қала үстін басқан ауыр бұлттар бір жамандықты алдын ала сездіріп тұрғандай. Алина терезенің алдында үнсіз тұрды. Қолындағы медициналық қағаз сәл дірілдеп тұр. Ол қайта-қайта бір ғана сөзге көз тоқтатып, сенгісі келмей оқи берді. Ауыр дерт. Бұл сөз оның бүкіл өмірін бір сәтте жоққа шығарғандай болды. Кеше ғана ол болашақ жайлы армандап жүрген еді. Шетелде оқу, үлкен сахнада өнер көрсету, ата-анасын мақтан тұтқызу. Бәрі сондай анық, сондай жақын сияқты көрінетін. Ал бүгін бәрі тұман. Бәрі қол жетпейтін алыс әлемге айналған. Жоқ, бұл қате шығар деп сыбырлады ол өз-өзіне. Бірақ дәрігердің суық дауысы құлағынан кетпеді. Уақыт жоғалтпай емді бастау керек. Бұл оңай болмайды. Оңай болмайды. Осы үш сөз жүрегіне шаншудай қадалды. Алина баяу жерге отырып қалды. Көзінен жас үнсіз сырғып жатты. Ол жылап та үлгермеді, бұл жай ғана ішкі күйреу еді. Іштей бір нәрсе сынып кеткендей. Сол сәтте есік ашылды. Алина. Бұл арман еді. Ол әрдайым көңілді, әрдайым үміт сыйлайтын адам болатын. Бірақ бүгін оның даусының өзінде бір алаң бар еді. Ол бірден қыздың жағдайын түсінді. Не болды? Деп асыға жанына келді. Алина үндемеді. Қағазды ғана ұсынды. Арман оны алып көз жүгіртті. 1 секунд, 2 секунд. Оның жүзі күрт өзгерді. Бұл деп тоқтап қалды ол. Бірақ өзін тез жинап алды. Алинаның алдында әлсіз болуға болмайтынын түсінді. Бұл соңғы шешім емес деді ол сенімді түрде. Біз бәрін тексереміз. Басқа дәрігерлерге барамыз. Бұл қате болуы мүмкін. Алина басын шайқады. Жоқ, мен бәрін түсіндім, арман, деді ол әлсіз дауыспен. Менің армандарым бәрі бітті. Олай деме. Шындық қой. Деп кенет дауысын көтерді Алина. Мен енді ешқайда бара алмаймын. Мен жай ғана ауыр науқаспын. Сөздері өзіне де ауыр тиді. Ол көзін жұмып бетін жауып алды. Арман үнсіз қалды. Бір сәтке не айтарын білмеді. Бірақ ол кетпеді. Қашпады, тек қыздың жанына отырып, жай ғана оның қолын ұстап отырды. Сен ауру емессің, деді ол ақырын. Сен Алинасың, сол армандары бар, сол күліп жүретін Алина. Ол Алина енді жоқ, деді қыз сыбырлап. Бар, деді арман қатаң. Мен оны көріп тұрмын. Сол сәтте сыртта жаңбыр жауа бастады. Терезеге тамшылар соғылып, бөлменің ішіне суық үн тарады. Алина көз жасын сүртпеді. Ол жай ғана жылай берді. Мен қорқамын, арман, деді ол алғаш рет шын эмоциямен. Мен шыдай алмай қаламын ба деп қорқамын. Арман оның қолын қаттырақ қысты. Сен жалғыз емессің. Бірақ бұл менің күресім. Жоқ, деді ол бірден. Бұл біздің күресіміз. Алина оған қарады. Көзінде сенім мен сенімсіздік қатар тұрды. Сен неге кетпейсің? Деді ол. Бұл қиын болады. Ұзақ болады. Мен өзгеремін, бәлкім мүлде басқадан боламын. Арман сәл жымиды. Бірақ бұл бұрынғыдай жеңіл күлкі емес еді. Бұл шешім қабылдаған адамның күлкісі. Мен сені жақсы көремін, деді ол жай ғана. Сондықтан қаламын. Осы сөздер бөлмені толтырды. Жаңбыр дыбысы да бәсеңдегендей болды. Алина тағы жылады. Бірақ бұл жолы оның көз жасында тек қорқыныш емес, бір тамшы үміт те бар еді. Сол күні олардың өмірі екіге бөлінді. Бұрын және кейін. Ал кейінгі өмір енді күреспен басталатын еді. Аурухана иісі ерекше. Ол суық. Ол үміт пен қорқыныштың араласқан иісі сияқты. Бұл жерге кірген адам бұрынғы қалпымен шықпайтынын іштей сезесің. Алина сол иіске үйрене бастады. Ақ қабырғалар, ұзын дәліздер, бір-біріне ұқсас есіктер. Уақыт мұнда баяу өтетіндей. Тіпті сағат тілі де шаршап қалғандай қозғалады. Бір апта өтті. Ем басталды. Алғашқы күндерде Алина бәріне сабырмен қарауға тырысты. Ол өзін мықты ұстап, арманға күліп жауап беретін. Бірақ түнде бәрі басқаша болатын. Түнде қорқыныш келеді.
Жалғыздық келеді. Егер жазылмасам ше? Осы ой оны ішінен жеп бара жатты. Бір күні түн ортасында ол оянып кетті. Жүрегі қатты соғып, демі тарылып кетті. Қараңғы бөлме оны тұншықтырып жатқандай болды. Жоқ деп сыбырлады ол. Көзінен жас өзінен өзі ағып жатты. Сол сәтте есік жайлап ашылды. Алина. Арман. Ол тағы да келген. Сен ұйықтамайсың ба? Деді қыз әлсіз дауыспен. Сен ұйықтамағанда мен қалай ұйықтаймын? Деп жауап берді ол. Арман оның жанына келіп отырды. Бұл жолы ол ештеңе сұрамады. Ешқандай бәрі жақсы болады деген бос сөз айтпады. Тек жанында болды. Мен шаршадым, деді Алина ақыры. Өте қатты шаршадым. Бұл сөздер жай ғана физикалық шаршау емес еді. Бұл жанның шаршауы. Білемін, деді Арман тыныш қана. Жоқ, білмейсің, деді қыз көзіне қарап. Мен өзімді жоғалтып бара жатқандаймын. Айнаға қарасам өзімді танымаймын. Ол көзін төмен түсірді. Мен енді әдемі емеспін, мен әлсізбін мен. Тоқта, деді Арман жай ғана, бірақ нық. Алина үндемей қалды. Сен қазір өзіңді жек көріп тұрсың, деді ол. Бірақ мен сені дәл қазір бұрынғыдан да қатты жақсы көріп тұрмын. Неге? Деді қыз сыбырлап. Өйткені сен күресіп жатырсың. Бұл сөз Алинаны тоқтатты. Сен әр күн сайын берілмей, оянып тағы да осы ауырлыққа қарсы тұрып жатырсың. Бұл әлсіздік емес. Бұл батырлық. Алина алғаш рет бұл жағынан ойлап көрмеген еді. Ол жай ғана ауырды. Ал Арман оның күресіп жатқанын көріп тұр. Бірақ мен кейде берілгім келеді, деді ол көз жасын тыя алмай. Ондай күндер болады, деді Арман, бірақ сен жалғыз берілмейсің. Қалай? Егер сен құласаң, мен сені көтеремін. Бұл сөздер Алинаның жүрегіне жетті. Ол жылап жіберді. Бірақ бұл жолы ішіндегі ауырлықты шығарып жатқандай жылады. Күндер өте берді. Ем ауырлай түсті. Алина кейде тамақ іше алмайтын. Кейде орнынан тұруға шамасы жетпейтін. Кейде ол ешкіммен сөйлескісі келмейтін. Бір күні ол Арманға қарамай қойды. Баршы, деді ол. Қайда? Деп сұрады Арман. Үйіңе, өміріңе, бұл жер саған керек емес. Маған сен керексің, деді ол қысқа ғана. Мен сені ұстап тұрмын, деді қыз қаттырақ. Сен өз өміріңді құрбан етіп жатырсың. Арман үнсіз қалды. Бірақ кетпеді. Қарашы маған, деді Алина ашумен. Мен бұрынғы адам емеспін. Мен саған лайық емеспін енді. Сол сәтте Арман орнынан тұрды. Алина бір сәтке шошып кетті. Бірақ ол кетпеді. Керісінше терезеге барып сыртқа қарады. Сосын жай ғана айтты. Сен шешіп қойғансың ба? Не? Менің не сезетінімді? Алина үнсіз қалды. Сен мен үшін шешім қабылдап қойдың, Арманға бұлай жақсы емес, ол кетуі керек деп. Ол баяу бұрылып қызға қарады. Бірақ сен бір нәрсені ұмыттың. Не? Бұл менің таңдауым. Бөлме іші тынышталып қалды. Мен қалғым келеді, деді ол анық. Қанша қиын болса да, қанша уақыт керек болса да. Алина көз жасын тоқтата алмады. Ал сен мені итеріп жібергің келеді, деді Арман баяу. Бірақ мен бәрібір қайтып келемін. Бұл сөздер ауыр, бірақ шынайы еді. Сол күні Алина алғаш рет өз-өзімен күресіп қана қоймай, Арманның махаббатына да қарсы тұра алмайтынын түсінді. Түн тағы түсті. Бірақ бұл түн бұрынғыдай қорқынышты емес еді. Өйткені бір шындық анық болды. Ол енді жалғыз емес. Ал алда одан да ауыр сынақтар күтіп тұрған еді. Уақыт өткен сайын ем күшейді, ал Алинаның күші азая берді. Бір кездері жарыққа толы көздері қазір шаршаған, бірақ әлі де бір нәрсеге жабысып тұрғандай еді, өмірге. Аурухана бөлмесі оның екінші үйіне айналды. Ақ қабырғалар, дәрі тамшылайтын аппараттың дыбысы, түнгі кезекші дәрігердің аяқ дыбысы, бәрі күнделікті өмірге айналды. Бірақ бұл өмір емес еді. Бұл күрес еді. Алина күн сайын айнаға қарап өзін тануға тырысатын. Бірақ бейне бір өзгеріп бара жатты. Жүзі бозарып, шашы сиреп, денесі әлсіреп кеткен. Бір күні ол айнаға ұзақ қарап қалды. Бұл мен бе?
деді ол сыбырлап. Өз даусын өзі танымай қалды. Сол сәтте Арман кірді. Ол ештеңе айтпады. Тек қыздың қолындағы айнаға көз тастады. Алина тез айнаны жауып қойды. Қарама, деді ол. Маған қарама. Арман жақындады. Неге? Өйткені мен қорқамын, деді ол көзіне жас алып. Мен өзімді жоғалтып бар жатқандаймын. Арман оның жанына отырып жай ғана қолын ұстады. Сен жоғалып жатқан жоқсың, деді ол ақырын. Сен күресіп жатырсың. Бұл күрес емес, бұл азап. Сол сәтте Алина кенет қатты жөтеле бастады. Денесі әлсіреп, тынысы тарылды. Арман дереу дәрігер шақырды. Бөлме ішіне тағы да сол суық үрей кірді. Дәрігерлер жүгіріп кірді. Қысым түсіп жатыр. Оттегі беріңдер. Тез. Арман сыртқа шығарып жіберілді. Есік жабылды. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Ол дәлізде тұрды. Қолдары дірілдеп кетті. Жоқ, олай болмайды. Бірнеше минут, бірақ ол минуттар сағаттай созылды. Ақыры есік ашылды. Дәрігер шықты. Арман бірден жүгіріп барды. Ол қалай? Дәрігер ауыр күрсінді. Жағдайы ауырлады. Бірақ біз бақылауда ұстап тұрмыз. Арман қабырғаға сүйеніп қалды. Бірақ ол тірі ме? Иә, қазір тірі. Осы сөз оның ішіндегі ең соңғы үмітті ұстап қалды. Ол қайта бөлмеге кірді. Алина көзін әрең ашып жатты. Беті бозарып кеткен, демі әлсіз. Арман, деді ол әрең естілерлік үнмен. Ол қасына жүгіріп келді. Мен осындамын. Алина әлсіз жымиды. Мен қорқып кеттім. Енді қорықпа, деді ол. Бірақ дауысы дірілдеп шықты. Алина оның көзіне ұзақ қарады. Егер мен шыдамасам ше? Арман бір сәт үндемей қалды. Бұл сұраққа дайын емес еді. Бірақ жауап беру керек болды. Ондай сөзді айтпа. Бірақ бұл шындық болуы мүмкін. Арман оның қолын қаттырақ қысты. Тыңда мені. Сен маған уәде бердің ғой. Қай уәде? Күресеміз деп. Алина көзін жұмды. Мен шаршадым. Білемін, бірақ сен әлсіз емессің. Ол аздап үнсіз қалды да жалғастырды. Сен осы уақытқа дейін 1000 рет құладың. Бірақ әр жолы қайта тұрдың. Алина көзін ашты. Мен кейде тұрғым келмейді. Бірақ сен тұрдың. Сол сәтте бөлмеге тыныштық орнады. Тек аппараттың дыбысы ғана естілді. Алина ақырын ғана. Неге мені тастап кетпейсің? Деді. Бұл сұрақ ауыр еді. Арман бір сәтке төмен қарады. Сосын жай ғана айтты. Өйткені сен менің өмірімнің бір бөлігісің. Алина көз жасын тоқтата алмады. Мен сені құртамын, деді ол. Жоқ, деді Арман қаттырақ. Сен мені құртпайсың. Сен мені тірі ұстап тұрсың. Сол сәтте Алинаның ішіндегі бір нәрсе сынды, бірақ бұл жолы үміттің кішкентай сынығы еді. Сол түн ұзақ болды. Алина ұйықтай алмады. Арман да отырды. Ешқайсысы кетпеді. Сыртта жаңбыр тағы жауды. Бірақ бұл жолы жаңбыр суық емес сияқты еді. Өйткені бөлменің ішінде бір әлсіз, бірақ өшпеген нәрсе бар еді. Үміт. Ал бұл үміт олардың соңғы тірегі болатын. Көктем келді. Бірақ Алина үшін уақыттың мезгілі маңызды емес еді. Оның әлемі әлі де ақ қабырғалы бөлме, дәрі иісі мен аппараттың тыныш дыбысы болып қала берді. Бірақ бір нәрсе өзгеріп бара жатты. Ол оның денесіндегі әлсіз жарық. Ең бірте нәтиже бере бастады. Алғашында тек ұсақ өзгерістер, тәбетінің ашылуы, әлсіз болса да орнынан тұруы, терезеге ұзақ қарап отыруы. Бірақ ең маңыздысы оның көзіндегі өмірдің қайта оралуы еді. Сол күні дәрігер жай ғана келіп, жақсару бар, деді. Бұл сөз бөлмеде жай айтылғанымен Алинаның ішінде найзағайдай жарқ етті. Ол Арманға қарады. Естіп тұрсың ба? Деді ол сенбей. Арман күлімсіреді. Бірақ бұл күлкіде қуанышпен бірге көз жаста тұрды. Естіп тұрмын. Алина алғаш рет шынайы жылады. Бұл қорқыныштың жасы емес еді. Бұл өмірдің жасы еді. Айлар өтті.
Алина енді өз аяғымен жүре бастады. Алғашында бірнеше қадам ғана. Кейін бүкіл дәліз. Ол әр қадамын жасағанда Арман жанында жүрді. Құлап қалам ба деп қорқам, деді Алина бір күні. Құласаң, мен ұстаймын, деді ол. Бірақ бұл жолы Алина өзі күліп жіберді. Сен мені тым еркелетіп жібердің. Сен соған лайықсың. Бір күні дәрігер келді. Бөлме ішінде ерекше тыныштық орнады. Бүгінгі анализдер жақсы, деді ол. Алина демін ішіне тартып қалды. Бұл не деген сөз? Дәрігер сәл жымиып: сен ремиссияға шықтың. Бір сәтке әлем тоқтап қалғандай болды. Алина не айтарын білмеді. Қолдары дірілдеді. Сосын ол жай ғана Арманға қарады. Бұл шын ба? Арман басын изеді. Шын. Сол сәтте Алина орнынан тұрып, оны құшақтап алды. Олар үнсіз тұрды. Ешқандай сөз керек емес еді. Өйткені осы үнсіздік ішінде айлар бойғы қорқыныш, ауырсыну, үмітпен күрес бәрі бар еді. Кешке олар аурухананың ауласында отырды. Күн батып бара жатты. Алина аспанға қарап ұзақ отырды. Мен бір кезде бәрі бітті деп ойладым, деді ол ақырын. Арман үндемеді. Мен армандарымды жерледім, өзімді де жоғалттым. Ол кідірді. Бірақ сен келдің. Арман оған қарады. Мен ештеңе керемет істеген жоқпын. Алина басын шайқады. Жоқ, сен мені ұстап қалдың. Сол сәтте жел соқты. Жеңіл, жылы жел. Алина терең дем алды. Енді мен қайтадан бастаймын. Арман жымиды. Қайтадан емес. Не? Бірінші рет. Алина ойланып қалды. Сосын алғаш рет шын жүректен күлді. Бірнеше айдан кейін Алина қайтадан қалыпты өмірге оралды. Ол оқуын жалғастырды. Жаңа жоспарлар құрды. Бірақ енді ол бұрынғыдай емес еді. Ол өмірдің қаншалықты қымбат екенін түсінді. Бір кеште ол Арманға қарап: біз жаңа арман құрайық, деді. Қандай? Алина күлімсіреді. Бұрынғыны емес, бізді сындырған емес, бізді сақтап қалған арман. Арман оның қолын ұстады. Онда мен дайынмын. Сол сәтте олар түсінді. Жоғалған армандар болады. Бірақ қайта табылған өмір одан да үлкен арманға айналады.